Армысыздар ма құрметті қатысушылар, Easy English EVA онлайн курсының екінші сабағына қош келдіңіздер. Сонымен бүгін сіздермен бірге біздер ағылшын тілінде өте маңызды конструкция there is және there are конструкциялар туралы өтетін боламыз. Сонымен бастадық. Ағылшын тілінде there is және there are конструкциясы өте жиі қолданылады. Қазақ тілінде біз оны бар немесе орналасқан деп аудара аламыз, яғни заттың немесе адамның келген нәрсенің қайда тұрғанын, мекенін көрсету үшін біз there is бар екендігін, орналасқанын айту үшін біз there is және there are конструкцияларын қолданамыз. Сонымен қараңыздар. Бірінші мысал, there is a болып, мына жерде доп бар, яғни доптың бар екендігін, орналасқанын айту үшін біз there is конструкциясын қолдандық. There are balls, мына жерде доптар бар, яғни доптардың орналасқан жерін айту үшін біз there are конструкциясын қолдандық. Енді there is пен there are-ның айырмашылығы қандай? Біріншіден, there is-ді біз жекеше түрде қолданамыз, яғни біздің айтып тұрған затымыздың саны біреу ғана болса, біз there is-ді қолданамыз. Ал егер олардың саны бірнешеу болса, біз there are формасын қолданамыз, яғни көпше түрде. Әрі қарай. Енді болымсыз сөйлем қалай жасалынады? Яғни бұл жерде жоқ, бір заттың орналаспағанын айту үшін біз жаңағы there is деген сөзден кейін not деген көмекші сөзді жалғай қоямыз. Мысалға, there is not, яғни бұл жерде жоқ, бұл жерде орналаспаған. There are not, бұл жерде орналаспаған деген мағынаны білдіреді. Мынау жекеше түрдегі формасы, мынау көпше түрдегі формасы. Қысқаша there isn't, there aren't. Жалғастырамыз. Сұраулы сөйлем. Енді зат сол жерде орналасқан ба, сол жерде бар ма деп сұрау үшін біз бұл өте қарапайым жаңа there is конструкциясындағы is деген сөзді алдыңғы орынға жібереміз, яғни екеуінің орнын ауыстырамыз деген сөз. Мысалы, is there a book on the table? Үстелдің үстінде кітап бар ма? Yes, there is. Я бар. No, there isn't. Жоқ, ол жерде ешнәрсе жоқ, иә? Are there books on the table? Үстелдің үстінде кітаптар бар ма? No, they aren't. Жоқ, олар жоқ. Yes, they are. Я, олар бар. Түсінікті, яғни there is-дағы is-ді алдыңғы орынға шығарамыз, there are-дағы a-ны алдыңғы орынға шығарған кезде бізде сұраулы сөйлем пайда болады. Сонымен біз there is және there are конструкцияларын заттың қайда орналасқанын, қайда тұрғанын айту үшін қолданамыз дедік. Әрі қарай жалғастырамыз. Енді осы there is there are-ны тағы бір рет қайталайық. There is дегеніміз бұл жекеше түрде, мысалға there is a ball, мына жерде бір ғана доп бар деп айту үшін. Ал егер олардың саны бірнеше болса, біз there are конструкциясын қолданамыз. There are balls. Түсінікті, әрі қарай жалғастырамыз. Енді мысалға көз алдымызға елестетіп көрейік, мынау Лондон қаласының көшелері. Және ол қаланың көшелерінде не бар, не жоқ, не орналасқанын айту үшін осы there is және there are конструкцияларын практикада қолданайық. Сонымен бастаймыз. Қараңыздар, көшеде double decker, екі қабатты автобустар жүріп бара жатыр. Егер де олардың саны біреу болса, біз былай деп айтамыз. There is a bus in the street. Көшеде бір автобус бар. Ал егер олардың саны бірнешеу болса, мысалға екеу, біз айтамыз there are buses in the street, яғни көшеде автобустар бар көпше түрде. Жалғастырамыз. Енді қараңыздар, there is және there are мен жасалатын сөйлемдердегі сөздердің орнына тоқталып өтейік. Біріншісі, сөйлемнің басында әрқашан бізде there is немесе there are деген конструкция тұрады. Олар әрқашан сөйлемнің бірінші бас жағында тұрады. Одан кейін біз не туралы айтып жатырмыз, қай зат туралы айтып жатырмыз, яғни зат есімді екінші орынға қоямыз. Одан кейінгі үшінші орынға ол заттың қайда орналасқанын айтамыз. Мысалға, there is a bus in the street. There is, яғни орналасқан, a bus автобус in the street көшеде, яғни заттың орналасқан жерін соңғы сөйлемнің соңғы бөлігіне қоямыз. Әрі қарай жалғастырамыз. There is a bus in the street. Көшеде бір автобус бар. Қайталаймыз. There are two buses in the street. Көшеде екі автобус бар. Келесі. Енді қараңыздар, ағылшын тілінде uncountable және countable деген сөздер бар. Яғни uncountable дегеніміз ол санауға келмейтін деген сөз. Ал countable санауға келетін зат есімдер. Қараңыздар,
мысалға ағылшын тіліндегі санауға келмейтін зат есімдер juice, milk, sugar, butter, rain, snow, glass, air, money, furniture. Яғни бұлардың саны көп болса да, бұларды біз жекеше түрде қолданамыз. Мысалға juice дегеніміз сок, сусын, сок, шырын. Milk дегеніміз сүт, sugar дегеніміз қант, butter дегеніміз май, rain дегеніміз жаңбыр, snow дегеніміз қар, glass дегеніміз стакан, әйнек, air дегеніміз ауа, money ақша, furniture дегеніміз жиһаз. Қараңыздар, осылардың барлығы ағылшын тілінде жекеше түрдегі there-iспен бірге қолданылады. Себебі олар санауға келмейтін uncountable nouns, яғни санауға келмейтін зат есімдер. Түсінікті? Мысалға juice, milk, sugar, butter, rain, snow, glass, air, money, furniture. Түсінікті? Әрі қарай жалғастырамыз. Мысалға қараңыздар, мына жерде егерде ағылшын тілінде заттың санауға келмейтін зат есімдердің мөлшерін білмейміз ғой қанша бар екенін. Сондықтан оның алдына біз some деген сөзді қолданамыз. Some дегеніміз қазақ тіліне бірнеше деп аударылады. Мысалға, мына вазаның ішінде су бар. Бірақ біз ол судың қаншалықты екенін, қанша мөлшерде екенін білмейміз. Сондықтан біз there is some water in the vase. Яғни вазаның ішінде бірнеше мөлшердегі су бар деп қолданамыз. Түсінікті? There is жерде назар аударыңыздар. Бұл жерде судың мөлшері көп болса да, біз there are some water демейміз. There is some water. Себебі су санауға келмейтін зат есім. Сондықтан біз оны жекеше түрдегі there is-пен қолданамыз. Әрі қарай. Енді өзіміздің бөлмеміздегі жиһаздар туралы айтып үйренейік. There is және there are конструкцияларын қолдана отырып. Мысалға, егер сіздің бөлмеңізде төсек болатын болса, біз былай айтамыз there is a bed in my room. Не үшін there is? Себебі бізде суретте бір-ақ төсек тұр, сондықтан there is a bed in my room. Менің бөлмемде төсек бар. Келесі there is a table in my room. Менің бөлмемде үстел бар. Келесі there is a lamp on the table. Үстелдің үстінде лампа бар, ол саны біреу, сондықтан біз there is конструкциясын қолданып тұрмыз. Жалғастырамыз. There are two wardrobes in my room. Wardrobe дегеніміз киім шкафы. Яғни қараңыз, суретте екі шкаф бар, сондықтан біз there-ны қолдандық. There are two wardrobes in my room. Жалғастырамыз. There are three chairs in my room. Бөлмеде 3 орындық бар. Chair дегеніміз орындық, сондықтан біз there конструкциясын қолдандық. There are 4 photos on the wall. Қабырғада 4 сурет бар. Суретте біз 4 сурет көріп тұрмыз, сондықтан біз there конструкциясын қолдандық. There are 4 photos on the wall. Түсінікті? Енді қараңыздар. Енді бөлмедегі заттардың екі затты қатар айтқымыз келді. Мысалға, менің бөлмемде жат төсек бар және орындықтар бар деп. Сол кезде біз there is-ті қолданамыз, немесе there-ны қолданамыз. Енді соған тоқталып өтейік. Қараңыздар. Егер біз бірінші орынға төсекті айтқымыз келсе, мысалға there is a bed and 3 chairs in the room. Яғни біз бірінші төсекті айтқандықтан біз there is деген конструкцияны қолдандық. Түсінікті? There is a bed жекеше түрде, одан кейін and 3 chairs in the room. 3 орындық менің бөлмемде бар. Жалғастырамыз. Ал егер біздер бірінші 3 орындықты айтқымыз келсе, онда біз көше түрдегі there конструкциясын қолданамыз. Түсінікті ме? Қазір мысалға қараймыз. There are 3 chairs and a bed in the room. Бөлмеде 3 орындық және 1 төсек бар. Түсінікті? 3 орындық болғандықтан біз бұл жерде there конструкциясын қолдандық. Әрі қарай жалғастырамыз. Енді жаңа түсіндіріп өттік, басында қалай болымсыз түрде сөйлем жасаймыз there is-пен there-ны қолдана отырып. Ол үшін біз is немесе адан кейін not қосымша сөзін қосамыз. Мысалға there isn't a lamp on the table. Үстелдің үстінде лампа жоқ. Жалғастырамыз. There is not a table in my room. Менің бөлмемде үстел жоқ. Тағы не кетеді бізде қазір? There are not 4 photos on the wall. Қабырғада 4 сурет жоқ. There are not деп алдық. There are not 2 wardrobes in my room. Менің бөлмемде 2 шкаф жоқ. Киім шкафы. Жалғастырамыз. Енді
сұраулы сөйлем жасау үшін жаңа айтып өттік, иә. Қысқаша болымсыз сөйлемде isn't және not'тың қысқаша түрі бізде isn't және aren't болады. Жалғастырамыз. There isn't a bed in my room. Менің бөлмемде үстел жоқ, төсек жоқ. There aren't 3 chairs in my room. Менің бөлмемде 3 үстел жоқ. Әрі қарай енді сұраулы сөйлем қалай жасаймыз? Ол үшін жаңа айтып өткендей is және are сөздерін алдыңғы қатарға, алдыңғы орынға шығарамыз. Is there немесе are there деп айтамыз. Енді осылай, яғни бөлмеде бар ма, орналасқан ба деп сұрау үшін. Мысалға, оған жауап берген кезде yes there is немесе no there isn't деп жауап береміз. Енді практикаға көшейік. Суретке қарап, енді жауап беруге тырысыңыздар. Is there a table in my room? Менің бөлмемде үстел бар ма? Суретке қараймыз, жауап береміз. Енді жауабыңызды тексереміз. Жауабы yes there is. Я, бөлмеде үстел бар. Егер yes there is деп жауап берсеңіздер, онда дұрыс жауап бердіңіздер. Әрі қарай жалғастырамыз. Is there a lamp on the table? Үстелдің үстінде лампа бар ма? Жауап береміз. Жауабымызды тексереміз. Жауап бізде no there isn't. Үстелдің үстінде лампа жоқ. Егер дұрыс болса, әрі қарай жалғастырамыз. Are there 2 wardrobes in my room? Менің бөлмемде 2 шкаф бар ма? Суретке қарап жауап береміз. Жауабымызды тексереміз. Yes, there are. Я, бөлмеде 2 шкаф бар. Are there 4 photos on the wall? Қабырғада 4 сурет бар ма? Суретке қарап жауап береміз. Жауабымызды тексереміз. No, there aren't. Я, бөлмеде 4 сурет жоқ. Жалғастырамыз. Сонымен бүгін бізде сіздермен бірге зере және зера конструкциялар туралы өттік. Әрі қарай жалғастырамыз. Зере және зера конструкциялар қазақ тілінде бар және орналасқан деп аударылады. Келесі. Біз не үшін қолданамыз? Яғни заттың бірінші зересті біз екеше түрде, яғни заттың біреу екендігін айту үшін, ал зераны көпше түрде қолданамыз. Болымсыз түрде оған there is-ға not деген сөзді жалғаймыз, яғни there isn't, және zeraға оғанда not-ты жалғаймыз, сол кезде zera not деген сөз шығады, яғни бұл жерде жоқ, бұл жерде орналаспаған деп аударылады. Әрі қарай, is there a book on the table? Сұраулы сөйлем қою үшін is бен аны алдыңғы орынға шығарамыз, иә? Are there немесе is there деп сұраулы сөйлем жасаймыз. Жалғастырамыз. Сонымен, сіздердің бүгінгі үй тапсырмаларыңыз осы бүгінгі өткен зере және зера конструкцияларын қолдана отырып, өздеріңіздің бөлмелеріңізді сипаттап келу, яғни бөлмеңізде не бар, қандай заттар орналасқан, қандай жиһаз орналасқан, сол туралы 10 сөйлем жазып келу.